Түскі асқа немесе кешкі асқа не істеймін деп бас ауыртпай, ұн мен картоптан вареники дайындап көріңіз. Ең алдымен картоптарыңызды жуып тазалап, бөлшектеп турап алғаннан кейін суға салып, тұз қосып, қайнатып, пісіріп алатын боламыз. Әрі қарай су, жұмыртқа, тұз, ұн қосып, орташа етіп қамыр илеп алыңыздар. Достар, менің видеом ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Қамыр илегенде өте қатты болып кетпеуін және де өте жұмсақ болып кетпеуін қадағалаңыздар. 5 минуттан кейін бір қайтарып илеп қоюды ұмытпаймыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Әрі қарай өте қалың етіп жаймайтын боламыз. Мүмкіндік болса, өте жұқа да болмау керек. Орташа көлемде, ар жағынан дастархан көрініп тұрса болғаны, солай жайып аламыз. Қамырымызды мантыға қалай төртбұрышты етіп тураймыз, дәл солай кесіп алатын боламыз. Міне достар, біздің картошкамыз дайын болды. Бетіне сүт қосасыздар, дәміне қарай тұз салып жіберсеңіздер болады. Егер тұзы мол болса, онда тұз қоспайсыздар. Міне пюренің барлығын дайын болған қамырдың ішіне салып, әдемі етіп түйіп аласыздар. Көп уақыт алмай мен тефальға қоюды жөн көрдім. Қайнатып алғаннан кейін қайнаған суыма әрі қарай кастрюлеме құйып, дайын болған вареникилерімді тұз салып болғаннан кейін барып, ішіне салып, қамыры піскенше қайнатып аласыздар. Дәмі тіл үйіретін вареники дайын болды. Кешкі асқа өте таптырмас ағамдардың бірі. Бетіне міндетті түрде подлив жасауды ұмытпаңыздар. Жуа, помидор және де болгар бұрышын салдым. Міне осылай обедке, кешкі асқа дайындап қойсаңыздар, өте дәмді, балалар сүйсініп жейтін астың бірі. Сау болыңыздар. Маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, достар.